Иван атайларын Борис те Серік те жақсы көретін. Ол кісі де ақ көңіл, бала сияқты адал адам еді. Әсіресе балаларды жақсы көретін. Балалармен балаша ойнайтын. Онда 10 шақты күн болғанның өзінде екі баланың көңілін тауып, баурап әкеткен еді. Ақыры сол балалар үшін жау қолынан қаза тапты. Анна Ивановна әкесінің өлімін көре алмаған. Соңынан 1 жылдан кейін партизандар қатарында жүрген кезінде отряд командирі мен отряд комиссары естірткен. Анна Ивановна қатты қайғырды, егіле жылады. Қанды балақ басқыншыларға, олардың қолына ұстап берген азғын Тамараға деген қарғысын аяған жоқ. Сосын Анна Ивановнаның көз алдына Тамараның құбыжық бейнесі елестей кетті де, ол көзінің жасын сүртіп, кектене есік жаққа қарады. Аз күнге сұранып барып, селодан билетімді алып қайтайын. 200-ді азғын қайда кетті дейсің? Оны өкімет орнына ұстап берейін. Барғанда да екі баланы ерте бару керек. Тірі екенімізді ол азғын көрсін деген қорытындыға келіп, Боряның тамағын берді де жұмысына кетті. Сол күні Анна Ивановна завод директорынан 10 күнге сұранып, Борис пен Серік үшеуі майдан шебіне кетіп бара жатқан машиналардың біріне түсіп, туған селосына жүріп те кетті. Селода сау үй қалмапты. Небір сәулетті үйлердің орнында топырақ үйіндісі жатыр. Үй орнында әр жерде пеш мұржалары, осы жерде бұрын үй болғандықтың белгісі ретінде сорайып тұр. Күре жолдан алыс кейбір үйлер аман қалыпты. Аман қалған үйлер терезесіне айқыш-ұйқыш қағаз жапсырып тастапты. Соған қарағанда бұл селода артиллерия айқасы, ауа шабуылы болғанға ұқсайды. Сөйткенмен селода тіршілік бар екені көрініп тұр. Әр үй маңында адамдар көрінеді. Біреулер үйдің қабырғаларын қалап жатса, екінші біреулер үйлерінің төбесін жауып жүр. Машина үстінде келе жатқан Анна Ивановна өз үйінің орнын да көре алмады. Сол кезде оның жүрегі су ете түсті. Жендеттер шие бағында жойып жіберді мекен дегендей, шарасы кең көзін үйдің артқы жағына аударды. Бақ аман, бірақ сиреп қалған сияқты. Анна Ивановнаның одан әрі жүргісі келмей, машина кабинасының төбесінен тоқылдатып ұрды. Машина кенет тоқтай қалды. Анна Ивановна машинадан түсті. Серік пен Борис те машина қорабынан секіріп, жерге түсе қалды. Машина жүргізушісі солдатқа үшеуі бірдей қатарласа алғыс айтты. Машина ілгері қарай жүріп кетті. Анна Ивановна екі баланы ертіп, бақша ішімен өзі туған үйдің орнына келді. Үшеуі аң-таң. Үй орнында уатылған кесектер, қап-қара болып күйген тақтай сынықтары ғана үйіліп жатыр. Ортасында мен мұндалап пеш мұржасы сорайып тұр. Мама, зеңбірек оғы тиіп үй күйіп кеткен ғой деймін, деді Борис таңырқап. Жоқ, зеңбіректің оғы тиген жоқ, немістер өртеп жіберген, деп Анна Ивановна көз жасын балаларға көрсеткісі келмей теріс айналып кетті. Атам қайда? Деп Борис үйі өртенген соң біреудің үйінде шығар дегендей маңайдағы үйлерге көз жіберді. Атаң сорлы да жоқ деп егіліп жылап тұрған ана. Бар жауабы солақ болды. Онан әрі тіл қата алмады. Оның дауысы әдеттегідей емес дірілдеп әзер шықты. Балалар да мамаларының жылап тұрғанын, бір сұмдықтың болғанын сезіп, онан әрі еш нәрсе сұрамады. Томсарып, біріне бірі сұраулы пішінмен қараумен болды. Анна Ивановна біраз уақыт егіліп жылап тұрды да: Сережа, біз анадағы орамалды қайда тығып едік, деп баққа қарай беттеді. Орамалды ма? Оны анау жуан ағаштың түбіне тыққанбыз, деп ол Анна Ивановна мен Бористі ертіп бір жуан алмұрт ағашының жанына алып келді. Осы жерге тығып едік, деп Анна Ивановна әлгі ағаштың түбіне қарап ойланып қалды. Мамасының екі ойлылау болып тұрғанын түсіне қойған Серік: Мама, дәл осы жер, деп қолымен әлгі ағаштың түбін қаза бастады. Сонда ғана Анна Ивановна болса болар дегендей Серікке сүйсіне қарады да: Тоқтай тұр, күрекпен қазбаса болмайды, сендер осы арада тұра тұрыңдар, мен Параска апайдың үйіне
үйінен күрек алып келейін деп көршілес үйге қарай кетті. Кетіп бара жатып Серіктің соншама жершіл екеніне тағы бір таң қалды. Мамалары ұзап кеткен соң екеуі жан-жақтарына қарап біраз тұрды. Сәлден соң: «Сережа, Иван атам қайда екен?» деді Борис мұңайып. Серік иығын қиқаң еткізді де қойды. «Үйді өртегенде атамды да өртеп жіберген ғой, иттер!» деп енді Борис екі жұдырығын түйіп кектене сөйледі. «Онда атам қашпай ма?» «Қайдан қашады? Олар үйдің сыртынан бекітіп қойып өртейді деген қайда? Бізге Василий ағай», деп дәлелдемекші болды өз ойын Борис. «Біздің Иван атай оған көне қоймас. Ол шатырды тесіп шығып кетер. Азамат соғысы кезінде осы үйдің шатырына тығылдым. Сосын қарақшылар үйге кірген кезде шатырдан шығып, алдыңғы жылғы біз сияқты бақ ішімен қашып құтылдым деп бізге әңгіме айтып беріп еді ғой. Иван атам ақылын табады деп Серік атасын өлімге қимай тұр». Осылай екеуі таласып тұра берді. Анна Ивановна көрінбеді. Не заматта үйден Анна Ивановна шықты да, соңынан бір әйел ере шығып, қолын село ортасына қарай сермеп, бірдемелерді айтып жатты. Оның сөзін Анна Ивановна ұйып тыңдап тұрғанға ұқсайды. Әлден уақытта темір күрек алып, Анна Ивановна да келді-ау. Келе, үшеулеп ағаш түбін қазып жүріп, іздеген орамалдарын тауып алды. Сыртына ораған клеенкасын алып тастады да, орамалдың бүктеуін жазып, билетін қолына алғанда ғана Анна Ивановнаның жүрегі орнына түскендей болды. Көршінің күрегін апарып берді де, Анна Ивановна Борис пен Серікті ертіп, тура сельсовет кеңсесіне қарай беттеді. Сельсовет кеңсесіне келсе, совет председателі Василенко атаймен бірге 3-4 әскери адам отыр екен. Анна Ивановнаны көре салып: Қызым, Анечка, тірімісің? Жаңа ғана сен туралы мына кісілерге айтып отыр едім. Кімді айтсаң, сол келеді деген. Келе қалғаныңды қарашы», деп Василенко қолын беріп амандасты да: «Мына солдаттар да келген екен ғой», деп Серік пен Бориске де қол берді. Соң Василенко қарт қалбалақтап соңғы келген үшеуін орындыққа отырғызды да әскери адамдарға Анна Ивановнаны таныстыра бастады. «Сіздің келгеніңіз жақсы болды. Біз армияның бірінің ерекше бөліміненбіз. Осы аудан, оның ішінде осы селода болған басқыншылар айуандығын анықтау үшін бөлінген комиссия мүшелеріміз. Біздің қолымызға түскен осы селоның бұрынғы старостасы Чуляк, оның қызы Тамаралардың қылмысын анықтау үшін сіз бізге керек едіңіз», дей берген капитанның сөзін бөліп. «Ол жауыздар қазір қолға түсті ме?» деп сұрады Анна Ивановна, орнынан ұшып тұра келіп. «Қолға түсті, қайда қашып құтылады дейсіз?» деп жауап қатты әлгі капитан. Анна Ивановна жүрегі енді орныққандай болып, орнына қайта отырды. «Жергілікті халық та оларды қаралап, жауыздықтарын мойындарына қойып жатыр», деп жалғады сөзін капитан. «Дегенмен, басқыншыларға олардың ұстап берген адамдарының бірі де тірі қалмаған. Жендеттер олардың барлығында дарға асып, атып, өлтіріп үлгеріпті. Солардың ішінде сізбен ғана кездесіп отырмыз. Бұл жөнінде сіз бізге үлкен көмек көрсетер деп сенеміз», деп аяқтады сөзін капитан. «Жолдас капитан, әрине көмектесемін», деп Анна Ивановна Тамара мен қарт азғын Чуляктың қылмыстарын айта бастады. Екінші бір капитан мен тағы бір аға лейтенант Анна Ивановнаның аузынан шыққан дәлелді анықтамасын жазып отыр. Партизан ана болған оқиғаның айы күні тіпті сағатына дейін көрсете айтты. Ол анда-санда: «Солай емес пе еді, Серік? Есіңде бар ма? Солай емес пе еді, Борис?» деп айтып отырған сөзін екі баласына алма-кезек мақұлдатып отырды. Анамен бірге осыншама қан төгіс жойқын оқиғаға куә болған осы екі балаға комиссия мүшелері қайран қалды. Анна Ивановна айтып отырған ұзақ сонар оқиғаның бір жерінде олар екі балаға жандары ашып мүсіркесе, енді бір жерінде олардың ерлігіне, тапқырлығына таң қалып, риза болып отырды. Сол күні
селолық совет председателі Василенко бастаған село халқы жиналып, Анна Ивановнаның жау қолынан қаза тапқан әкесі Иван Деменчевич Полищуктың сүйегін тауып, селоның орталық алаңындағы туысқандық зиратына әкеліп жерледі. Селоның әр тұсынан жерлестер келіп, марқұмның басына гүл қойды. Еске түсіре келген село адамдары Анна Ивановнаға көңіл айтып кеш тарады. Анна Ивановна Переяслав қаласына қайтып келген күні анадағы артиллерия штабы бастығына хат жазды. Хатында Переяслав май заводында смена мастері болып жұмыс істейтінін, Серік пен Борис оқып жүргенін, туған селосына барғанын, ондағы көрген-білгенін айта келіп, подполковникке өздерінің соңғы тұратын адресін білдірді. Хатты почтаға салып жіберді де, бір кезде өзіне қамқорлық көрсеткен адамнан хат күтті. Онымен хабарласқысы келді. Полк штабынан көп кешікпей-ақ хат келді. Онда полк жеңіспен батысқа кетіп бара жатқанын, полкке гвардия атағы беріліп, полк офицерлері мен жауынгерлерінің наградталғанын жазыпты. Хаттың соңында: Анна Ивановна, 2 артиллерист баланың әкелерін іздеп, Москвадағы әскери анықтама басқармасына қатынас жаздым. Олар табылып, жақсы хабар бола қалса, тез хабарлаймын. Балалардың әкесінен үміт үзбеңіз деген жерін оқығанда, зарыққан, жабыққан ана әлденеден үміттенгендей болып қуанып кетті. Осы бір соңғы жылы сөздерді қайта-қайта оқи бергісі келді. Сөйтіп отырып, оларды подполковник қалай іздеп жатыр? Біреуді іздеу үшін оның аты жөнін, бұрын қайда тұрғанын білу керек шығар деген оған бір шым-шытырық ойлар келе қалды. Енді ана ойға шомып, подполковникпен штабта қалай кездескенін, оған өзі не айтқанын, өзіне подполковник не дегенін есіне түсіре бастады. Иә, подполковникке барлығын айтыппын. Олардың аты жөндерін, Каменец-Подольскі қаласынан шекараға майданға аттанғанын, полк номеріне дейін айтқанмын. Ол блокнотына бір нәрселерді анда-санда жазып қойып отыр еді. Сонда осының барлығын жазып алған екен ғой. Өзі де отбасынан қапыда айырылған қайғылы адам еді. Менің де қайғыма ортақ екендігін көрсетті. Николай Семенович, қандай, тағы да көптен көп рахмет. Николай Семенович, саған тағы да көптен көп рахмет. Жеңістен жеңіске жетіп, мерейің үстем болсын, аман бол деген тілекпен аяқтады сол бір сәттегі ойын Анна Ивановна. Енді ана бұрынғыдай емес, көңілденіп сала берді. Бірақ оның осы қуанышты хабарды Серік пен Бориске қалай да айтқысы келмеді. Кім біледі, екеуінің әкелері табылса жақсы, табылмаса екеуінің сәби жүректерін уақытша алдағандай болам ба? Қазір екеуі ешбір ойдан аулақ, тып-тыныш оқуларын оқып жүргенде тағы да көңілдерін алаң қылмайын. Әсіресе Серік ойлы бала. Оған әзірше ой салмақ салмай-ақ қояйын. Не болса да істің ақырын күтейін деген оймен жүре берді. Күн артынан күн ел көшіндей өтіп жатты. Сол күндердің бірінде подполковник Красюктен хат келді. Ол хатында: Москвадан хабар алдым. Серіктің әкесі табылды деген жерге келгенде, Анна Ивановна қуанып кетіп, хатты кеудесіне баса қойды да, әлгі жерден былай қарай тағы оқыды. Бористің әкесін әлі іздестіріп жатырмын деген сөйлемін оқып, ана кідіре қалды. Бұл қалай? Екеуі бір емес пе еді? Бір полкта еді ғой. Бірі табылып, бірі табылмағаны қалай деп сұраулы ой шырмауына оралып барып, хатты әрі қарай оқи берді. Подполковник Мергенбаев Жомарт 3-ші Украина майданының Н бөлімінде полк командирі екен. Серіктің әкесі екенін анық білдім. Дивизия штабындағы рация арқылы Мергенбаевтың өзімен ауызба-ауыз сөйлестім. Серіктің жайын айттым. Сіздердің мекен жайларыңызды бердім. Өзі 4-5 күнде сұранып, сіздерге барып қайтамын деді. Күтіңіздер, 2-3 күнде барып қалар. Серікті менің атымнан құттықтап, бетінен сүюіңізді өтінемін. Тағы толық хат жазармын. Бірнеше минуттан кейін шабуылға шығамыз. Уақыт болмай, хатты қысқа жазып отырмын. Кешіріңіз. Сәлеммен Красюк деп қол қойыпты.
Бұл демалыс күні еді. Серік пен Борис мектеп маңында доп ойнап жүрген. Анна Ивановна хатты тағы бір анықтап оқыды да, оны төрт бүктеп, қалтасына салып сыртқа шықты. Ол тура мектепке қарай беттеп келе жатты да тағы ойға шомды. Серікке айтсам, ол сөз жоқ қуанар. Кішкентай жүрегі тайша тулап, қуанышы қойнына сыймас. Сонда Борис қандай күйде болады? Оған да ескіріп қалған бала. Ол да әкесін ойлайды ғой. Қой, бітіп келе жатқан жараның аузын ашпай, әлде де болса тұра тұрайын. Серіктің әкесі келе қалса, онда көрермін. Әлде де сабыр етейін деп ана кейін қайтты. Мергенбаев полк командирі. Ол қай полк? Бұрынғы 198-ші артиллерия полкі болса, онда оның командирі полковник Лысенко қайда? Ол полктың комиссары менің сүйікті Степаным қайда? Олар әлде майданда құрбан болып кетті ме? Жоқ, олай болмас, деп сүйген жарының жоқтығын жамандыққа жорығысы келмеді. Оны өлімге қимады. Оның көзіне ыстық жас келіп іркіле қалды. Ол Москваға екеуін де іздеп хат жазды. Екеуі бір полкта болатын. Сонда Мергенбаевтың қазір қайда екенін білген Москва, комиссар Савченконың да қайда екенін білуі керек еді ғой. Әлде комиссар туралы Красюк жаман хабар алып, маған хатқа жазғысы келмеді ме? Деген суық ой тіреліп барып, жоқ, ондай жаман хабар алмаған шығар деп, ол ойдың тұйығынан да тайқып шықты. Сосын Мергенбаевты күтейін, ол Степанның қайда екенін біледі ғой деген қорытындыға келді. Күткен көп күндердің бірінде таң сәрісінен есік қағылды. Ұзақ таңды көзімен атқызатын Анна Ивановна төсегінен тұрып, бұл кім болды екен, ертемен есік қаққан, бірдеме сұрай келген көршілердің бірі ме, әлде Сережаның әкесі келіп қалды ма, деген екі ұшты оймен есікке келді де, бұл кім деді. Анна Ивановна, есік аш, мен ғой, Варя, деген көрші әйелдің даусы естілді есік сыртынан. Тағы сіріңке сұрай келген ғой деп ойлаған Анна Ивановна. Сіріңке жоқ, пештен шала алмасаң деп есік ашты. Анна Ивановна, сіріңке сұрай келгенім жоқ, сыртта сізді бір командир іздеп келіп тұр. Сережаның әкесі болу керек, сол сияқты қара, деді ентігіп демігіп сөйлеген көрші әйел. Анна Ивановна қуанғанынан, Варечка, сол ғой Серіктің әкесі ғой, күтіп жүргенбіз. Саған рахмет, қазір шығайын деп киінуге кейін қарай жүгірді. Көрші әйел үйден шығып кетті. Анна Ивановна тез киінді де, құшақтасып ұйықтап жатқан Серік пен Бористі оятпастан үйден шықты. Анадайда көрші әйелмен сөйлесіп тұрған офицер Анна Ивановнаны көріп, көшеде тұрған жеңіл машинаның жүргізушісіне бері бұр машинаңды дегендей оң қолымен белгі берді де үйге қарай беттеді. Қымбатты жолдас Мергенбаев деп Анна Ивановна қатты дауыстап жіберді де келген офицерді құшақтай алып, егіліп жылап қоя берді. Өлім жітім көріп, қайғылы болған екі жан бірін-бірі құшақтап ұзақ тұрды. Офицер де көзіне жас алды. Не заматта барып, амандасуға шамалары әзер келді. Анна Ивановна, балалар қайда, деді подполковник Мергенбаев. Анна Ивановна орамалымен көзін сүртіп тұрып, үйге жүріңіз, екеуі де ұйықтап жатыр деп, үйге қарай бұрылды. Сонда ғана барып, балам шынында да бар екен дегендей жомарт қуанып кетті. Машинада келіп есік алдына тоқтады. Анна Ивановна үйге бұрынырақ кірді де, өз төсегінің үстіне көнетоз одеял жаба салып, келген қонағын өздері жататын төргі бөлмеге шақырды. Бұл сәтте екі бала бірін-бірі құшақтап, таңертеңгі тәтті ұйқыда жатыр еді. Жомарт Серігін, жалғыз баласын көріп, жүгіріп барып құшақтай алып бетінен сүйіп жатыр. Сол кезде Борис оянып кетті де, көзін уқалап, жанындағы Серікті сүйіп жатқан адамға қарай қалды. Боря, сенбісің, деп Жомарт Бористі құшақтап, екі бетінен алма-кезек сүйді. Сонда ғана Борис Жомартты танып, Сережа, папаң келді, ура, деп айқайлап жіберді. Бористің қуанышты даусынан Серік те оянып кетіп, көзін уқалап, ұйқысын аша алмай отырды да, бір кезде әкесін танып,
Папа деп дауыстап, әкесінің мойнынан құшақтай алды. Серік папалап жылай берді, жылай берді. Анна Ивановна да жылап тұр. Серіктің папалаған даусы Жомарт пен Анна Ивановнаның сай сүйегін сырқыратты. Жомарт серігін аймалап көтеріп алды да, не істерін білмей, екі бетінен кезек-кезек сүйе берді. Сережа, келдім, жылама дей берді ол. Баласының қуанғаннан жүрегі жарылып кетеді екен дегендей оны уатып. Екі отбасыдан қалған қайғылы төрт жанның ойламаған жерден кездесуі осылай болды. Әке мен баланың, бала мен ананың шері ұшан теңіз. Сол шерді тарқату оңайға түспеді. Жомарт пен Анна Ивановна қинала отырып, біріне бірі көңіл айтты. Бірде қуанышты, бірде қайғылы әңгімелер қабаттасып жатты. Ақылды ана бар қайғысын ақылға жеңдіріп, өзін өзі тоқтатты да, стол басында шай ішіп отырып, болған оқиғаның барлығын Жомартқа айтып берді. Жомарт та өз семьясы тағдырының шет жағасын рация арқылы сөйлескенде подполковник Красюктен естіген болатын. Жомарт бұл ел басына туған қаһарлы күндерде серігін тауып алғанына да шүкірлік етіп, Жамал қайғысын жеңілдеткісі келді. Анна Ивановна, уақыт солай. Бір ғана біз емес, бүкіл кеңес халқы. Қала берсе жер жүзі қарапайым халықтарына келген бір зор апат болды. Жандай жақсы көретін адамдарымыздан айырылған жалғыз біз емес. Фашизм, баскесер Гитлер лаңы жұртты қанға қақсатты. Бекініңіз, жылағанмен, қайғырғанмен Степан Сергеевич қайтып келмейді. Сол сияқты қанша қайғырсам да, енді маған Жамал тіріліп келер ме? Келмейді. Енді Борис пен Серік аман болсын. Солардың тілеуін тілейік. Біз жыласақ, біз қайғырсақ, бұлар да шерлі болып жүдеп кетеді. Ауруға шалдығып кетулері де мүмкін, деп Жомарт Анна Ивановнаға тоқтау айтты. Солай ғой, бірақ өлігін көре алмаған соң адамға қиын болады екен деп күрсінді ана көзінің жасын сүртіп отырып. Степан Сергеевичтің өлімін қалай естіртер екенмін деп қатты қиналып келген Жомарт ыңғайын тауып естірткеннен кейін сол бір соғыстың бірінші күнін еске түсіргісі келді. Есіңізде ме, Анна Ивановна, 22 маусым күні таңертең қаладан шығып кетіп едік қой. Шекараға жақындай бергенде-ақ шабуыл жасап келе жатқан жау әскерінің алдыңғы бөлімдерімен соғыс басталып кетті. Сақадай сай келе жатқан жаудың танкалы құрамалары өйтіп бүйткенше болмай бізге тап берді. Бетпе-бет белдескен ұрыста зеңбіректеріміз іске аспады, кәдемізге жарамады. Неміс танкалары оңды-солды бізді жайпап жіберді. Біздің полктан небәрі 10 шақты адам ғана қалды. Сол алғашқы айқаста полк командирі оққа ұшты. Степан Сергеевич танк қирататын гранатпен жаудың 4 танкасын табан астында талқандады. Сол сәтте сол жақтағы ағаш ішінен шыға келген бір танк Степан Сергеевич тобына, өздері де 4-5 адам еді, тап берді. Олардың гранаталары болмай қалды ғой деймін. Танкіге винтовкадан оқ ата бастады. Сол сәтте танкіге орнатылған ірі калибрлі пулеметтен жау оқты боратып жіберді. Комиссар бастаған жауынгерлер түгелімен сол арада ерлікпен отан үшін қаза тапты деп барып, Жомарт астыңғы ернін тістеп, басын шайқап, көзіне жас алып, орамалмен бетін жаба сүртті. Анна Ивановна егіліп жылап отыр. Серік пен Борис сырттағы машина маңында еді. Бұл әңгімені олар естігенде жоқ. Сонан деп сөзін жалғады Жомарт. Менің жанымда қалған жауынгерлер жауға қарсы аянбай оқ атып, жау танкісін өзімізге қарай беттетпеді. Сөйтіп, жан алып, жан беріп тұрғанымызда артымыздан күш келіп жаудың бетін қайтардық. Жауды өкшелеп қуып бара жатқанымызда менің оң жақ санымнан оқ тиіп ауыр жараландым. Жүруге жарамай, көп өлік арасында қансырап жата бердім. Қанша уақыттан соң екені есімде жоқ.
Бір кезде майдан даласынан өлік жинап жүрген өзіміздің әскерлер келіп, мені бір жерге алып келді де, менімен 4 адамды самолетке салды. Сонан соң не болғанымды білмеймін. Бір далалық госпитальда жатқанымды бірнеше күннен кейін бірақ білдім. Санымнан операция жасап, таңып тастапты. Оң аяғым ап-ауыр. Қозғалсам сырқырап ауырады. Госпитальда сол жатқаннан жата бердім. Госпитальда бір жерден екінші жерге көшіре берді. Сонан есімді жинаған соң, Жамал мен Серікті іздеп елге хат жаздым. Әкем Жамал мен Серіктің елге келмегенін, олардан хабарсыз екенін айтып хат жазыпты. Жамалды осылай жоғалтып жүре бердім. 2 ай дегенде жарам жазылып жүруге жарадым. Госпитальдан шығарып, бір артиллерия полкіне штаб бастығы етіп тағайындады. 1 айдан соң подполковник атағын беріп, сол полктың командирлігіне ауыстырды. Сол полкта талай кескілескен ұрыстарға қатысып, көптеген шығынға ұшырап жүрді. Шығынның орнын талай рет толтырып, ұрысқа шығып отырдық. Осы Днепрден өтуде ерекше көзге түсіп, полкке гвардия атағы берілді. Полкымыз Қызыл ту орденімен наградталды. Офицерлеріміз бен жауынгерлеріміз де талай рет марапатталды. Қазір осы полктың командирімін. Серік пен Жамалды қалай, қайдан іздерімді білмей жүруші едім. Бір күні подполковник Красюктен хат алдым да, сол күннің ертеңінде өзімен рация арқылы сөйлесіп, сіздердің хабарларыңызды естіп, қатты қуандым. Менің бұл халімді дивизия командирі жақсы білуші еді. Қуанғанымнан сол кісіге барып, жағдайымды айттым. Мен сұрамай-ақ 2 күнге босаттым, барып, балаңды тауып ал дегені. Мұндай өмірімде қуанбаспын да. 2-ші эшелонда тұр едік. Орныма комиссарды қалдырып, бері қарай тартып отырдым. Жолда подполковник Красюктың штабына соғып, ол кісіге де алғысымды айттым. Міне, Анна Ивановна, қиын қыстау күндерде серігімді паналатып, бауырыңызға басыпсыз. Әке орнына әке, шеше орнына шеше болыпсыз. Сіз болмасаңыз, Серіктің күні не болатын еді? Сізге бір ғана рахмет айту аз сияқты. Сіздің бұл жақсылығыңызды немен ақтарымды білмей отырмын, деп қиналды Жомарт Анна Ивановна алдында. Сіз сонша қиналмай-ақ қойыңыз. Бұл істегендерімнің барлығы менің аналық борышым. Бұл әрбір кеңес адамының борышы. Әрбір партия мүшесі осылай істер еді, егер осындай жағдайға тап болса. Жомарт Мергенбаевич, сізге көп рахмет. Хабарсыз кеткен Степанның отан үшін ерлікпен қаза тапқанын сіздің аузыңыздан естідім. Сізден басқа мұны ешкімнің аузынан ести алмайтын едім. Өйткені оның өлімін көргендердің барлығы да қаза тапқанын өзіңіз айтып отырсыз. Оның куәсі сіз ғана. Әрине, бұл қайғылы хабар. Сонда да менің жұбанатыным, өлмейтін адам болмайды. Бәріміз де өлеміз ғой бір күні. Степан өлсе, отан үшін, бақытты болашақ үшін жаумен алысып өлді. Отан солдаттарының алдыңғы қатарында қаза тапқанын көңіліме медеу тұтам. Барлығымызда сүйікті отан үшін, коммунизм ісі үшін өлсек, армансызбыз дейміз ғой. Олай болса, Степан сол отан үшін, коммунизм үшін белдескен айқаста мерт болды. Арманы жоқ деп ойлаймын. Бірақ армансыз адам болмайды ғой. Оның да арманы, аңсағаны болған шығар, деді Анна Ивановна көзіне қайта жас алып. Оны салалы саусақтарымен сығып тастады да сөзін әрі қарай жалғады. Дегенмен, ол өзінің жеке басының арманы ғой. Отан мүддесі, халық мүддесіне қарағанда ол не? Степан коммунист еді, комиссар еді, отан солдат еді. Сол отаны үшін қаза тапты. Оның үстіне артына өзі сияқты бір отан солдатын қалдырды. Степанның топырағы торқа болсын. Енді Борисым тірі болса болғаны деп Анна Ивановна өзіне өзі тоқтау айтып, Жомарттың борышын жеңілдеткендей болды. Жомарт көпті көрген бұл ананың соншама ақылды екеніне іштей риза болды.
Соғыстан бұрын 2-3 жыл көрші тұрдық. Онда жай әйелдердің бірі ғана сияқты еді. Кімнің кім екені қиыншылықта көрінеді деген осы-ау. Қандай ақылды, қандай парасатты адам. Міне, адам болса осындай болсын деп қорытты Жомарт Анна Ивановна туралы ойын. Сол күні Анна Ивановна мен Жомарт арасында ұшан теңіз әңгіме жібінің ұшығы таусылмады. Сонан әңгіме соңы мұнан былайғы өмірге ойысты. Жомарт Серік пен Бориске Анна Ивановнаға әкелген сәлемдемесін берді. Енді берілмеген бір нәрсе бар. Оны қалай жөнін тауып берерін Жомарт білмеді. Ол ақша еді. Оны Анна Ивановнаның алмауы да мүмкін. Анна Ивановна біреуден ақша ала қоятын сұғанақ адам емес. Оны Жомарт біліп отыр. Сонда да қағазға мұқият оралып, екі жерінен айқыш-ұйқыш жіппен байланған түйіншекті Анна Ивановнаға ұсынып: «Анна Ивановна, анда-мұнда барғандай боласыз ба? Мына азын-аулақ ақша еді. Жолдарыңызға ұстарсыздар», деді Жомарт. «Қойыңыз, мұныңыз қалай? Елде әке-шешеңіз бар көрінеді. Соларға жіберіңіз. Біз енді қайда барып жатырмыз? Еш қайда бармаймыз», деп ақшаны Анна Ивановнаның алғысы келмеді. Сол сәтте столға сүйеніп тұрған Серік: «Мама, алыңыз, әлі елдегі атама барамыз», деп папасының қолындағы түйіншекті алып Анна Ивановнаның қолына берді. Анна Ивановна енді алмай қайтып берудің жөнін таба алмай ақшаны Серіктің қолынан алды. «Ал, Анна Ивановна, менің майдан шебіне қайтар уақытым болды. Ақылдасайықшы. Соғыс болса әлі жүріп жатыр. Ел жағдайы әзірше қиын. Мүмкін соғыс аяқталғанша біздің Қазақстанға мерген қарттың үйіне барып тұра тұрсаңыздар қалай болады? Қанша айтқанмен ол соғыс болмаған жер. Тұрмыс жағдайына қолайлырақ болар. Мерген қарт ақкөңіл адам. Сізді бар ықыласымен қарсы алар еді», деді Жомарт Анна Ивановнаны неміс бомбасы астында бүліншілікке ұшыраған қалаға тастап кеткісі келмей. Анна Ивановна ойға шомып біраз отырды да: «Жомарт Мергенбаевич, оның жөні келмес. Мына заводқа орналасып қойдым. Сол заводты қалпына келтіру керек. Оның үстіне бастауыш партия ұйымының хатшысы етіп сайлады. Жұмыс көп. Сол қиыншылықтан қашып, өмір жеңілдігін енді іздеуім дұрыс болмас. Мұнан жаман күнде де қиыншылық алдында тізе бүккен жоқпыз. Сіз уақытыңыздан кешікпей полкыңызға барыңыз. Жеңіс күні алыс емес шығар. Біз үшеуміз осында болайық», деді. Жомарт ананың дәлелді жауабына қарсы ештеңе дей алмады. Елге барайық деп Анна Ивановна келіссе бір сәр еді. Енді Жомарт Серігін тастап кеткісі тағы келмеді. Ол жалғыз Серігінен тағы көз жазып қаламын ба деп қауіптенді. Осы абыр-сабыр асығыс жүргенде оны елге, атасына жіберудің де жөнін таба алмады. Ол өзінің осы ойын Анна Ивановнадан жасырмады. Анна Ивановна алдында соғыс аяқталғанша Серікті қайда жіберем? Папасы болса кескілескен майданда жүр. Соғыс біткен соң келіп алар деп ойлағанмен, соңынан бұл ойынан қайтып қалды. Кім біледі, Сережа бір күні оқыс болып, не болмаса ауырып сырқап, алай-былай болып кетсе, Жомарт алдында қарабет болып қалармын. Сонсоң оның өкініші кетпес. Онсыз да Жомарт Мергенбаевич қайғылы адам. Көз көрмеген өлімнің күйініші де, өкініші де, күдігі де көп көрінеді. Өз борышымнан Жомарт Мергенбаевич алдында құтылған сияқтымын. Не болса да, Сережа әкесінің көзінің алдында болсын деген қорытындыға келді де: «Жомарт Мергенбаевич, оныңыз дұрыс екен. Өз қасыңызда болсын Сережа. Ол ақылды бала, штабта болады. Тіпті майдан жағдайы қиын болып бара жатса, елден біреуді шақыртып, оны елге, атасына да жіберуге болады ғой», деп түйді сөзін Анна Ивановна. «Өзім де соны ойлап отырмын. Ал онда, қымбатты Анна Ивановна, менің полкке оралар уақытымда болды. Сізге көптен көп рахмет.
Бұл жақсылығыңызды еш уақытта ұмытпаспын. Хат жазып, хабарласып тұрамын. Соғыс бітіп, қолым босаған күні келемін. Оған дейін де қолымнан келген көмегімді аямаспын. Сіз серігіме туған анасындай болдыңыз. Мен де Бориске туған әкесіндей қамқорлық жасауға борыштымын деп есептеймін, деп Жомарт орнынан тұрды. Борис Серікті үйден құшақтап шықты. Машинаға мінген Серікті Анна Ивановна құшақтап ұзақ жылады. Серік те жылады. Бористі құшақтаған бойы көпке дейін жібермеді. Тағдыры бір екі бала осылай қоштасты. Кешікпей машина орнынан жай қозғалып барып жүріп кетті. Қолдарын бұлғап қала берген сол бір аяулы екі жанға Серік пен Жомарт та көз жазғанша қол бұлғап батысқа, майдан шебіне қарай кете барды. 1959 жылдың күзінде Ленинградтан Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасына хат келді. Ол хат маған арналып жазылмағанмен мені іздеп сұрау салған хат екен. Оны баспа қызметкерлерінің бірі маған берді. Конверт сыртында Абраменко деген хат иесінің фамилиясын көре сала, осыдан 18 жыл бұрын болған оқиға есіме түсті. Иә, Абраменко менің досым, майдандас қанды көйлек досым. Онан қалай хат келді? Ол өлген. Ол ерлікпен отан үшін қаза тапқан. Оның ардақты зайыбы Марияда өлген. Астыртын ұйым ісі үшін жан қиған. Осы шақта қаһарман достарымның жарқын бейнесі көз алдыма елестеп кетті де, бойымды сағыныш билеп, орындыққа сылқ етіп отыра кеттім. Көңілім босап, көзіме жас келіп те қалды. Хатты ашып оқысам, мен Николай Абраменконың баласымын. Атым Виктор, деп жазыпты бір жерінде. Сонда ғана барып, бір кезде атанасыз, панасыз, сонау Украинада, Македон селосында қалған кішкентай 5 жасар Витя есіме түсті. Иә, Витя селода қалған. Селодағы адал адамдар Абраменко отбасына жандармдар қанды шеңгелін салып жатқанда, тым болмаса жас нәрестесі тірі қалсын деп, сыртта ойнап жүрген Витяны алып кетіп жасырған. Міне, сол кішкентай Витя мені іздеп хат жазыпты. Бала өміріңнің жалғасы деген осы екен. Фашистер Абраменко тұқымын құрталмапты. Витя тірі қалыпты. Бір жолы каникулға Киев қаласына барған Витя магазиннен Переяслав партизандары деген менің кітабымды кездейсоқ кездестіріп сатып алыпты. Онда өзінің әкесі мен шешесі туралы жазғанымды оқыпты. Менің әке-шешемнің тағдырын білетін адам ғой, мұны жазып отырған деген ойға келіп, сол кітапты шығарып отырған баспаға хат жазыпты. Онда мүмкіндігі болса, осы кітаптың авторын тауып алуыма көмектесіңіздер. Әке-шешемнің қайғылы тағдырын ол кісіден тағы да анықтап білгім келеді, деп жазыпты. Мен сол күні Витяға хат жаздым. Әке-шешесінің тағдырын бастан аяқ баяндап, өзін Алматыға қонаққа шақырдым. Ленинградта Витя оқып жүрген дене шынықтыру және спорт техникумы басшыларына оның жайын айтып, оған көмектесулерін сұрап, арнайы хат жолдадым. Көп кешікпей Витядан екінші рет өз мекенжайыма хат келді. Елдің айтуы бойынша, сізді менің әкем мен шешем де Вася деп атаған көрінеді. Сондықтан сізді менің де Вася ағай деп атауыма рұқсат етіңіз, деп жазыпты хатының басында. Сөйтіп, Вася ағай, ол кезде кішкентай болсам да, сіздер туралы есімде біраз естеліктер қалыпты. Әлі есімде, бір күні түнде біздің үйде 4 адам отырып ұрыстыңыздар. Ұмытпасам, ұрыс қару-жарақ туралы болды. Мен әкемнің тізесіне сүйеніп тұрып тыңдадым. Соң мамам мені алдыңғы бөлмеге алып кетті. Біраздан соң мамам тамақ әзірлеуге айналып кетті. Соны пайдаланып, қайта төргі бөлмеге келсем, сіздер жоқ екенсіздер. Есік біреу, онан алдыңғы бөлме арқылы шығу керек еді. Бұлар қайда кетті деп ойладым. Менен жасырынып қалды ма деп, бөлме ішін шарқ ұрып іздедім.
Папа, папа деп 2-3 рет даусымды шығарып, әкемді шақырдым. Сонан кейін ғазиз әкемнің жарқын жүзін көре алмадым. Мамам байғұста мені жақсы көретін, мені құшақтап сүйе беруші еді. Сөйтсем, ол да мені тастап кетерін біліп жүрген екен. Сонан өзіңіз жазғандай селода жалғыз қалып қойдым. Мамам мен Галя апайды тұтқынға алып, үйді өртеген күні село адамдары мені жасырып, пи селосына шығарып жіберді. Бір сұмдықтың болғанын білдім. Бірақ амал қанша? Сол күннен бастап 3-4 айға дейін жарық көргенім жоқ. Параска апайдың қарауында болдым. Ол апай бірде шатырға, енді бірде погребке, пеш үстіне жасырып жүрді мені. Папам мен мамамды сағынып жылап та жүрдім. Олар тұрсын өзімді ойнатып жүретін Галя апайға да зар болдым. Параска апайдан талай рет қашып та кетіп көрдім. Бірақ үй жоқ, папам да, мамам да жоқ. Түнде қайтып келіп жүрдім. Түнде кетіп қалатынымды біліп, Параска апай ұрсып, сені де неміс асып өлтіреді деп мені қорқытты. Сонан былай ол апай не айтса, соны істейтін болдым. Жасырын өмір сүріп жаттым. Параска апай мені көршілерге де көрсетпейтін еді. Қазір ойлаймын, сол апай талай кеңес адамдарын жасырған шығар. Өйткені мен танымайтын көп адамдар түнде келіп, сол үйді күндіз паналап, келесі бір күндері кешке әбден қараңғы түскенде кетіп қалып жүрді. Көршілерден жасырғанмен, мені олардан жасырмайтын. Сол бейтаныс адамдармен бірге жатып, бірге тамақ ішіп жүрдім. Сол апай сондай бір берік адам еді. Қанша уақыт өткені есімде жоқ. Бір күні Параска апай, біздің адамдар келіп қалған болуы керек. Комендант, староста, полицайлар қашып кетіп жатыр. Иттерге сол керек деді. Біздің адамдар деп тұрғаныңыз кімдер деп сұрадым мен. Ол бетіме таңдана қарады да, Қызыл армияны айтам деді қуанып. Мен тағы ойға кеттім. Біздің адамдар дегенге папамдар, партизандар келеді екен деп ойлап едім. Енді Қызыл армия келеді деген соң, бәрібір партизандар сол Қызыл армиямен бірге шығар деп ойладым. Соның артынан көп ұзамай, алыстан зеңбірек даусы естіліп, село үстінен күнде самолеттер ұша бастады. Шатырда соның барлығын естіп жатамын. Тағы бір 7-ден соң селодағы чиновниктер кетті де, селоға майдан шебі келіп кірді. Байтал түгіл бас қайғы дегендей, жандармдардың селоларды тіміскілеп, біздерді іздеуге шамалары да келмесе керек. Енді Параска апайдың рұқсаты бойынша көшеде ашық жүре бастадым. Бірақ әр үйге неміс солдаттары орналасып, үй маңынан окоп қаза бастады. Бізді селодан қуып, батысқа қарай көшірмекші болды. Жұрт көше бастады. Алдымен староста, полицайлардың семьялары көшті. Днепрдің сол жағынан қашып келе жатқандардың көбі сол азғындар, старосталар, полицайлар, олардың отбасылары, туған-туысқандары болатын. Бұлар салт атпен, арбамен артынып-тартынып кетіп барады. Биік көк қалпақты неміс коменданттары да елден тонаған заттарын машиналарға тиеп өтіп жатыр. Солармен араласып, Параска апай екеуміз де селодан шықтық. Апай селодан онша ұзап кеткісі келмеді ғой деймін. Пи мен Македон селосы аралығындағы сайға түсті. Бұрын біреудің жарды үңгіп қазған погребі болу керек. Бір терең үңгірге мені кіргізіп отырғызды. Өзі шығып, жан-жақты болжап алды да, Витя, сен осы арада отыра тұр деп, өзіміз келген жаққа қарай кетіп қалды. Көп кешікпей, жарты қап азық алып келді. Сонсоң, үйден ала келген күрегімен шым ойып әкеліп, әлгі үңгірдің аузын бітей бастайды. Шымның шөптесін жағын сыртқа қаратып қалап, кісі еңбектеп шығарлықтай тесік қалдырды да, үңгірдің аузын бітеп тастады. Біз бұл үңгірде көп жатпадық. 2-3 күн өткен соң, төңіректе атыс басталып кетті де, уралаған дауыс шықты. Параска апай құлағын түріп отырды да, Қызыл армия келіп қалды ғой деймін. Мынау біздің әскерлердің даусы. Естимісің?
«Ура, ура демей ме?» деп үңгірдің тесігінен сыртқа қарады. Мен де апайдың жанына бардым. Сөйткенше болмай, апай тесіктен сыртқа шықты. Мен де оған ере шықсам, өзіміздің әскерлер батысқа, Македон селосына қарай қаптап кетіп барады екен. Параска апай қуанғанынан өкіріп жылап, біздің жанымызға келе берген бір солдатты құшақтай алды. Оның жанындағы тағы бір солдат мені құшақтап бетімнен сүйді. Сол сәтте менің қуанышымда шек болмады. Әлгі бетімнен сүйген солдат маған қол фонарын берді. Сөйтіп тұрғанда Македон селосы жақтан атыс басталып, барған сайын үдеп кетті. Біздің жанымызда қаумалап тұрған солдаттар солай қарай сайдың ішімен жүгіре жөнелді. Апай екеуміз үңгірдің аузын ашып, азық-түлік, төсенішімізді алдық та үйге келдік. Үй бүлінген жоқ, аман екен. Үйді өртеуге де шамалары келмеген екен ғой жауыздардың, деді апай. Сонымен апай екеуміз погребке апарып қойған үй іші мүліктерін, ыдыс-аяқтарды үйге тасып, үйді жөндеп жинап қойдық та, бір жаңа дүниеге келгендей масайрадық та қалдық. Біресе сыртқа шығамыз да тың-тыңдаймыз. Манағыдай емес, мылтық дауысы алыстан анда-санда үзіліп естіледі. Фашистер алды-артына қарамай қашып бара жатқанға ұқсайды. Біздің әскерлер лек-легімен ілгері қарай кетіп жатыр. Осылай біздің селолар басқыншылардан азат етілді. Майдан шебі батысқа ұзап кетті. Жұрт есін жинап бірін-бірі іздеп табыса бастады. Үйлері аман қалғандары үйлеріне кірді. Үйлері өртенгендер, зеңбірек оғы, бомбадан қирағандары қайтадан үй салуға кірісті. Ішетін ас, киетін киімдері, төсеніштері болмаса да, жұрт мұңайған жоқ. Әркім өзінің тіршілік қамын істеп жатты. Көп ұзамай өкімет тарапынан жұртқа көмек те беріле бастады. Колхозға мал да, құрал-сайман, машиналар да келіп қалды. Колхоз бұрынғы сабасына келіп, шаруашылығына кірісіп кетті. Село да көркіне келіп, соғысқа дейінгідей құлпырып шыға келді. Бірақ мен бұрынғыдай әке-шешесіз, үйсіз, сол мейірімді Параска апайдың қолында қала бердім. Ол апай менің мамам мен папамды іздейді-ау деймін. Күнде үйден кетіп қалады да кеш оралады. Маған аяныш білдіре қарайды. Әрине, менің тамағым аш емес. Киімімді де апай жамап жасқап береді. Бірақ папам да, мамам да жоқ қой. Өзім де қарап жүрмеймін. Оларды іздеймін. Түсі таныс адамдар аты жөнімді сұрасақ болғаны. Менің мамамды көрдіңіз бе? Папамды біліп тұрсыз ғой. Көрген шығарсыз. Мен жалғыз жүрмін деймін. Бірақ сұрау салған адамдарым менің мамамды да, папамды да көрмеген болып шығады. Сонымен 2-3 жыл уақыт өтіп кетті. Бір күні үйге 100 таныс екі адам келді. Бірі орта бойлы, мығым денелі сары, екіншісі онан гөрі жастау, орта бойлы, ашаң жүзді қара торы жігіт. Екеуі де менің бетімнен сүйіп, «Витя, халің қалай?» деп хал жайымды сұрай келді. Осылар менің папам мен мамамды білетін шығар деп ойладым да, олардан сұрамақшы болып едім, бірақ Параска апайдан бата алмадым. Келген адамдар апайды төргі бөлмеге алып шығып ұзақ сөйлесті. Сонсоң, «Витя, оқығың келе ме?» деп сұрады мығым денелі сары. «Оқығым келеді» деп жауап бердім оған. «Параска апай да сені оқысын дейді. Онда бізбен бірге жүр, оқуға түсіреміз. Мектеп жақсы, жанында Днепр өзені ағып жатыр. Бос уақытыңда балалармен бірге суға түсесің. Онда жүзіп үйренесің», деді қара торы жігіт. Сол күні Параска апаймен қоштасып, келген екі адамға еріп кете бардым. Параска апай қатты жылап қалды. Мені Львов қаласындағы балалар үйіне орналастырған сол екі адамның үлкені партизан Николай Михайлович Попов, кішісі Иван Прохорович Гаман екенін соңынан білдім. Олар да әкемнің жолдасы екен. Бірақ папам мен мамам жайында ештеңе айтпады олар.
Балалар үйіне 1946 жылдан 1951 жылға дейін болдым. 1951 жылы тәрбиешім Ставрополь қаласына әкеліп, мені Суворов мектебіне түсірмекші болды. Бірақ жасым асып кетіп, ол мектепке түсе алмадым. Сонсоң тәрбиешім сол қаладағы балалар үйіне берді. Сонда бір жылдай болдым. Ремесло училищесіне түстім. Оны 1956 жылы үздік бітіріп шықтым. Училищеде оқып жүргенімде спортпен шұғылдандым. 2 жыл машина трактор станциясында жұмыс істедім. 1958 жылы осы техникумға түстім. Келер жылы бұл техникумды бітіремін. Македон селосында бірнеше рет болдым. Бірақ кімнен сұрасам да әке-шешемнің тағдырын біле алмадым. Сіздің кітабыңыздан папам мен мамамның тағдырын бірақ білдім, деп хатын аяқтапты Витя. Витя Абраменко осылай тірі қалыпты, табылды. Қазір Киев қаласында Данилевская көшесі 52-ші үйде тұрады. Өмірден өз орнын тауып, қоғамға адал еңбек істеп жүр. Ваня, Мария, Галя Гамандар мен Илько Витряк және Вася Яковенкаларда қазір ер жетіп, туған жерлерінде тұрады. Борис пен Серіктен хабар жоқ. Сонан былайғы олардың тағдыры маған белгісіз. Олар да тірі болса, бір жерде жүрген шығар, табылып қалар деп үміттенемін. Ал қаршадай Миша Гаман болса, өздеріңе мәлім, жау қолынан қаза тапты. Соғыс зардабы осындай. Соғыс зор апат. Сондықтан дүние жүзіндегі барлық ізгі ниетті адам бейбітшілік болуын тілейді.